Түркістанда 12 жасқа дейінгі жасөспірімдер би шеруін өткізді. Есімхан алаңында өткен тәуелсіздік мерекесіне арналған шарада оқушылар ақылды, білгір номинациялары бойынша марапатталды. Төрт қақпалы Түркістанның төрінде білге білім беру орталығының жасөспірімдері Есімхан алаңында би шеруге қатысты. Өздеріңізге мәлім білге ол халықаралық ақыл ойды дамыту орталығы. Еліміздің түкпір-түкпіріне таралған бағдарлама түркістандық өрендердің білім көкжиегін кеңейту жолында жүйелі жұмыс жасап келеді. Сондай-ақ бағдарлама аясында оқушыларға бірнеше интеллектуалды, яғни ақыл ойды дамытуға арналған курстар ұсынылады. Еліміздің 14 облысы мен 2 қаласында қарқынды жұмыс жасайтын орталықтың түркістандық оқушылары тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Есімхан алаңында би шеру ұйымдастырды. 8 қалада бір уақытта қолға алынған шараға 6 мен 12 жас аралығындағы 60 жасөспірім қатысты. Мұнымен бірге республикалық білген ой-сана интеллектуалдық олимпиадасына киелі өңірден 92 оқушы қатысқан еді. Оның 12-сі ақылды, білгір, кемеңгер номинациялары бойынша чемпион атанды. Осындай өрендерге Түркістан қалалық жастар ресурсты орталығының басшысы Ералы Қамбар сөз алып, арнайы алғыс хаттар мен мерекелік құттықтауларын жеткізді. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан белсенділер түрлі әуендерге билеп көпшіліктің көңілін көтерді. Түркістан қаласынан Ақмарал Ғаниқызы, арнайы ұлттық арна үшін. Құрметті көрермен, елден хабар бағдарламасы сіз үшін үлкен мүмкіндік. Себебі сіз өзіңізді толғандырған кез келген мәселені бағдарлама басында айтылған ережеге сәйкес түсіріп бізге жібере аласыз. Егер сіз ұлттық арнаның тілшісі болғыңыз келсе, егер сіз айналаңыздағы күнделікті болып жатқан оқиғаға бейжай қарамасаңыз, егер сіз өзіңізді теледидардан көргіңіз келсе, бізге ақпарат жолдаңыз. Ұялы телефонға қызықты оқиғаны түсіріп, төменде көрсетілген WhatsApp-қа немесе электронды поштаға жіберіңіз. Келесі кездескенше күн жақсы, елден хабар күтеміз.